Саламатсыз ба? Менің атым Спанкулов Маулен. Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы банктердің кредиттері төлемесе не болады? Банк маған не істей алады деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Менің осы видеом сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер. Алдағы заңға байланысты көптеген жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Сонымен қатар Instagramда прямой эфирде маған заңға байланысты сұрақ қойып, заңгердің нақты жауабын алыңыздар. Ал енді банктердің кредиттерін төлемесе не болады деген сұраққа жауап берейін. Біріншіден, сізді банк өзінің черный списогына қосады. Екіншіден, сіздің кредиттік историяңызды бұзады. Үшіншіден, банк қарызын толық өндірмегенше сіздің бүкіл мүлігіңізге, шоттарыңызға арест қойып, зарплатаңыздан 50% ұстап отырады. Төртіншіден, сіздің тұрақты жұмысыңыз болмаса, өзіңіздің мүлкіңіз болмаса, сіздің қарызыңызды коллекторларға сатып жібереді. Бесіншіден, коллекторлар сіздің қарызыңыз бойынша сотқа беріп, сот орындаушыларына өткізіп, өндіруді жүзеге асырады. Бұл ең басты банктердің сіздерге қарсы жасайтын іс-әрекеттері. Осы әрекеттермен қоса, банк тағы мынандай да заттарды жасай алады, және әрине де банктың іс-әрекеттері заңды болады. Егер де сіз просрочкаға шықсаңыз, банк сіздің шоттарыңызда қандай ақша бар, соны шешіп алуға құқығы бар. Ол дегеніміз, сізде просрочка басталды дейік. Сонымен қатар сіздің Жилстройсбербанкте жинап жүрген ақшаларыңыз бар. Банк сіздің Жилстройдағы ақшаларыңызды сізге айтпай, хабарламай, сол ақшаны Жилстройдан шешіп алуға заңды құқығы бар. Тағы айтып кететін жағдай, банктердің сіздің шоттарыңыздан ақшаны алып отыруды заңды болғанымен, олар сіздің картаңыздағы ақшаның 50%-ын ғана шешіп ала алады. Осы 50%-ын ғана ұстау шарты заңға 2017 жылы ұлттық банкпен енгізілген болатын. Егер де сізден 50%-дан көп ұстасып жатса, сіз сотқа немесе ұлттық банкке осы заңдысыздық туралы арыз жазуға толық құқығыңыз бар. Банк сіздің 10 арестіңіз бар болса да, шоттарыңыздан 1 теңгеде ұстай алмайтын шот түрі бар. Олар арнайы шоттар, орысша айтқанда спецшоттар деп аталады. Бұл шоттарды кез келген адам аша алмайды. Тек біріншіден алимент алатын адамдар, екіншіден мемлекеттен пособие алатын адамдар тобы, яғни мүгедектік, дородовой, постеродовой пособияларды алатын адамдар. Үшіншіден, асыраушысынан айырылған мемлекеттен пособие алатын адамдар. Төртіншіден, арнайы мемлекеттен жәрдемақы алатын адамдар. Бесіншіден, алтын алқа, күміс алқа, батыр ана ордендерін алған көп балалы аналар. Алтыншыдан, АСП алатын адамдар. Сонымен қатар, осы кредит алып, оны төлей алмаған үшін сізді ешкім түрмеге қамамайды. Коллекторларға банктердің қызметкерлерінің айтқан жалған сөздеріне сеніп қалып жүрмеңіздер. Осымен видеомыз аяқталды. Егер осы видео пайдалы болса, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркелуіңізді ұмытпаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.